27-ші есеп. 3 сиыр бір аптада 315 килограмм жем жейді. 5 сиыр 2 аптада неше килограмм жем жейді? Біз оны есептеу үшін былай жазып алайық. 3 сиыр бір аптада 315 килограмм жем жейді. Бізге 5 сиырдың 2 аптада қанша килограмм жейтінін табу керек. Енді былай істейік. Біз 3 сиырдың бір аптада қанша килограмм жем жейтінін білсек, біз бір сиырдың бір аптада қанша килограмм жем жейтінін біле аламыз. Яғни ол 3 сиырдан 3 есе кем жем жейді. Демек, 315-ті 100-ге бөлсек, 105 килограмм жем жейді. Енді бізге 5 сиырдың 2 аптада неше килограмм жем жейтінін табу үшін, біз 5 сиырдың бір аптада қанша килограмм жем жейтінін тауып алайық. Ол, яғни бір сиырдан 5 есе көп, яғни 525 килограмм. Енді бізге оның бір аптада емес, 2 аптада неше килограмм жем жейтінін табу керек. Яғни 5 сиыр 2 аптада бір аптаға қарағанда 2 есе көп жем жейді. Сәйкесінше 1050 килограмм шығады. Бірақ жауаптардың ішінде бізде килограммен берілген бұған сәйкес жауап жоқ. Демек, 850 килограмм сәйкес келмейді, 450 килограмм сәйкес келмейді, 1,2 тонна немесе 10,5 центнер. Енді 1050 килограммды центнерге айналдырып көрейік. Бізде 1 центнерде 100 килограмм бар. Демек, осы санды 100-ге бөлеміз. 105-ті 10-ға бөлсек, бұл 10,5 центнер болады. Демек, жауап нұсқаларының ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.